Сәлем достар, бүгін ашытқысыз 7 шелпек дайындайтын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Шелпегіміздің қамырын дайындау үшін 1 кесе жылы сүтке 1 шай қасық тұз қосамыз. Содан кейін 2 шай қасық құмшекер қосамыз. Содан кейін жақсылап араластырып, сары май қосамыз, ерітілген. Жақсылап араластырамыз, тұзы, қанты ерігенше. Содан кейін разрыхитель қосылған ұнды жайменен бөлік-бөлікке бөліп салып отырамыз, осылай 1 кесе ұнды. Шетінен ұн салып отырған қамырымызды жақсылап илейміз, араластыра отырып 1 келкі қып, әдемілеп илейміз. Шек қатты болмас үшін ұнды көп салып қоймаңыздар. Қолға да жабыспайтын болу керек. Мысалы, қолға жабысып жатса қамырыңыз, кішкене ұн себелеп илей жүрсеңіз болады. Иленген қамырды әдемілеп, бетін жауып, тындырып қоямыз, бір 40 минутқа демалдырып қоямыз қамырымызды. Шын жүрекпен иленген әдемі қамырымызды, демалған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін мен тоқашқа не қылдым өзімізге, екіншісін таратқанға 7 шелпекке иледім. Екінші қамырдан 7 шелпек шығарамыз міне. Жақсылап бүйтіп айналдырамыз. Сәл ұн себелеп қойсаңыз болады астына. Сөйтіп 7 бөлікке бөліп шығамыз. Ол бөлінген бөліктерді қолымызға айналдыра отырып, әдемі дөңгелекшелер жасаймыз. Міне, әдемі осылай дөңгелекшелер жасап. Сол кезде қамырымыз 1 келкі болады да, ешқандай қотыр-шотыр болмайды, 1 келкі әдемі болып шығады. Содан кейін алып жаюға кірісеміз. Сәл ғана ұн себеміз. Ұнды көп себіп жібермеңіздер. Майларыңыз күйіп кетеді өйткені. Осылайша әдемілеп домалақ қып айналдыра отырып жаямыз. Шілей қалың қылмаймыз, естеріңізде болсын. Шілей жұқа да қылмаймыз, орташа қылып жаямыз. Шілей жұқа қылсаңыздар тап болып қалады. Шілей қалың қылсаңыздар, андай шелпектеріңіз ауыр құсап қалады да. Осылай әдемілеп жайып аламыздағы, жақсылап. Қызып тұрған майымызға бұларды қуыруға кірісеміз. Майымызды алдын ала қыздырып аламыз әдемілеп. Алланың разылығы үшін таратылатын 7 шелпегімізді осылай дайындап жайып қойдық. Енді кезекте қызып тұрған майға жақсылап қызарғанша арғы бетін, бергі бетін пісіріп аламыз. Бұл шелпектердің бір ерекшелігі, бұнда дрож қосылмаған. Білесіздер ғой, дрож қосылмаған, разрыхитель қосылған кішкене. Ұнға араластырылған разрыхитель. Ары-бері қуырып аламыз, әдемілеп міне. Дрож қосылмаса да әдемі болып көтеріледі, өйткені разрыхитель бар онда. Сөйтеміз дағы салфеткаға, тарелканың бетіне салфетка қойып, майды сіңіріп тұрады, артық майды. Сояққа шетінен қоя береміз піскен шелпектерімізді. Бұл шелпектің бір ерекшелігі өте жұмсақ болады, өйткені құрамына ерітілген сары май қосылған сүтке. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Өйстіп қызарғанша арғы бергі бетін қуырып, салфетканың үстіне қоямыз, майын, артық майды сіңдіріп, шілей майлы болмайды шелпектеріңіз. Дәмді әдемі 7 шелпегіміз дайын болды. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.